Мені зорлай жаздады. Жігіт деп танысқаным Арамойлық екен. Студентпін, соң курста оқимын. Инстаграмда парақшамда бір жігіт мен ұнатып қалған, кездескіге келетін, тіпті мені сүйікті жары ретінде көргісі келетін жөнінде майын тамыза керемет сөздер жазыпты. Рас, ол баламен 1-2 ай болды, тұрақты хат жазып тұрамын. Жекеме жиі шығып өз ойларын айтып жатады. Жап-жақсы доспыз. Көріспесек те суреттегі түрі әдемі. Осы Алматының жігіті, жақсы бір жерде жұмыс істейді. Менің соңғы курсым қалған, жігіт керек, тұрмысқа шығу керек. Көз салып, сөз айтқан біраз жігітті менсінбегем. Ал мына жігіт ұнап тұр, көңілмен шыққан сияқты. Аты Шыңғыс. Кездесейік деп қила берген соң кездестім. Айтқан уақыт, кафенің алдында тұрмын. Кешкілік мезгіл. Әдемі жігіт бір көліктен түсіп, бетіне сүйіп, қолында гүлім ағама қашан береді деп, жүрегім лүпілдеп тағатсызбын. Әдемі жігітті ойлаумен жан-жағыма да қарамаппын ғой. Құралай, қалайсың? Мен Шыңғыспын ғой деген дауысқа жалт қарадым. Қарсы алдымда шашына кірген, жасы 40-ты алқымдаған жігіт ағасы тұр. Қолында гүл. Сасып қалдым. Мен күткен адам жасы 25-ке толмаған, қылшылдаған жас жігіт еді. Құралай, ренжіме, сен инстаграмда суретіңмен таныдым. Кешір, желдегі сурет менікі емес, жақын бір туыс інішектің сурет еді. Соны қойып қойғамын деп ақтала бастады. Ұялмайсыз ба деп ренжіп бұрылып кетуге болар еді, бірақ тәрбие көрген, үлкенді сыйлап қалған ауылдың қызымын ғой. Ренжімді жасырып сәл күлдім де қойдым. Қолында гүлін ұсынған соң амалсыз алуға тура келді. Неге алдадыңыз? Шыныңыз айта салмадыңыз ба деп едім. Кешір, Құралай. Сөзіңде, өзіңде түзу қыз секілді көріндің. Сенмен араласып, дос қарым-қатынас ұстағым келді. Бөтен ойым жоқ, деп Шыңғыстағы кешірім сұраумен әлек. Тілі өте майда екен, іші бауырыма кіріп барады. Мені жас үлкен деп қаламасаң, өзің біл. Бірақ ақыры кездестік қой, кафеге кіріп біраз әңгіме айтып отырайық деп өтініш жасады. Мен келістім. Масқара, менен 23 жас үлкен. Семьясы бар сияқты. Қызыл шарап алдырған соң, одан ауыз тиюге тура келді. Қанша отырғанымды білмеймін. Шарапқа қызыңқырадым. Қайтайын, жатақхананы жауып тастайды дедім. Шыңғыс қарсы болмады. Кафеден шыққан бойда оның көлігіне отырдық. Мен алдын емес көліктің артқы орындығына отырдым. Жатақхананың жанына тоқтағанда таныс біреулер көріп қалса, ұят болады деген ой ғой. Бірақ Шыңғыс көлігін бір қараңғылау жерге әкеп тоқтатты. Не болды деп едім? Біраз әңгіме айтып тұрайық деді. Әңгімені басқа жол айтармыз. Кеш болып кетті, жатақханаға кіріп үлгерім керек едім. Ол болса, әлі уақыт бар, жеткізіп тастаймын деп жаныма келіп отырып алды. Бұл қылығынан қатты тіксеніп қалдым. Есікті ашып қағып кетпек едім, ол мені қатты құшақтап жабыса кетті. Құралай, сен маған ұнап қалдың, кездесіп тұрайықшы деп ернімнен қадала сүйді. Бұлқынып жатырмын, шарапқа қызып, әлсірегенмін бе? Шыңғыстың құшағынан құтыла алмадым. Ол болса ернімнен қадала сүйіп, мені шешіндіре кірісті. Енді болмаса кеш қалатынымды біліп, аға, мен әлі қызбын, қазір көлігіңіз болғанады, қонақ үйге не болмаса пәтерге апарыңызшы. Көлігің қайсыз ғой деген сөз аузыма қалай түскенін білмеймін. Әйтеуір жандалбасалап жатып айтып қалдым. Мені жартылай шешіндіріп үлгерген ол менің айтқаныма иланып қалды. Расында, пәтер жалдап, сонда түнек деп мені құшағынан босатты. Ол рөлге отырған кезде көліктен секіріп түсіп, жарыққа қарай қаштым. Құралай, тоқта, қайда барасың деп артынан тұра ұмтылған. Қашып келе жатып, кетіңіз, әйтпесе зорлады деп адамдарды көмекке шақырамын, деп айқайлай салдым. Мұндайды күтпесе керек, тоқтап қалды. Сонда да мен аға, сен қарындас болайық деп келістік қой. Мен қалжыңдап едім, жүр шығарып салайын деп қояды беті бүлк етпей. Ағадан садаға кет, аға емес нағыз арамсың? Мені ұмытыңыз деп бір айқай салып жатақханаға қарай тайып тұрдым. Ішке келген соң басымнан кешкен оқиғаны дос қыздарға айтып бердім. Ойбай, ондайларға жолама, қайта аман қалғаныңа қуансай, зорлап тастаса не істер едің? Ол сондаймен айналысатын маньяк шығар, талай қызды сөйтіп түсіріп жүрген алаяқтың бірі болуы да мүмкін. Желіге өз суретіміз әдемі жас жігіттердің суретін салып қойып, қыздарды алдап арбайтындарды көп қой, сақ болу керек, десті олар. Содан кейін әлеуметтік желіде кездесуге шақырған жігіттерге бармайтын болдым. Көз алдыма Шыңғыс елестейді де тұрады. Әбден қорқып қалғанмын ғой.
басымнан кешкен осы оқиғаны жазып отырған себебім әлеуметтік желі арқылы танысып кездесуге барып жүрген қыздар сақ болсын деген ой ғой. Мінекей менің алтын тыңдармандарым. Қазір әлеуметтік желі дамыған заман ғой. TikTok дейміз, Instagram дейміз, ВК дейміз. Осындай желіде жастарымыз танысып, біреулері бақытты болып жатса, біреулері бақытсыз